Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы әрі столдың сәнін келтіретін өте дәмді салаттардың бірін дайындайтын боламыз. Алдымен баклажанның сыртын ашып аламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, 0,5 сантиметрдей қалыңдықта бәрін кесіп аламыз. Кейін кукуруз крахмалына кішкене тұзды салып араластырамыз. Және бөлек ыдысқа бір жұмыртқаны салып, вилкамен араластырып аламыз. Табаға сұйық майды құйып, әбден қыздырып аламыз. Сұйық майды кішкене ғана құямыз. Және баклажанды жұмыртқаға, кейін кукурузды крахмалға аунатып, екі беті сарғайғанша қуырып аламыз. Бізде баклажандар қытырлақ, әрі дәмді болып шығады. Кейін осылай бөлек қағаз сүлгіге салып, артық майынан арыламыз. Кейін соусын дайындаймыз. Бір ас қасық зәйтүн майына жарты шай қасық паприка, 1 шай қасық мед, және 1 шай қасықтың 4/1 бөлігіне горчица, және лимон сығындысын қосамыз. Менде лимон болмай қалғаннан кейін қосқан жоқпын. Және осындай кисло-сладкий соустан 1 шай қасық қосамыз. Бұл соус кез келген үлкен супермаркеттердің барлығында сатылады. Соусты араластырамыз. Бұл соусты 1-2 салатқа ғана арналған. Көбірек жасасаңыздар, көлемін көбейтесіздер. Өзіңізге ұнайтын салат жапырақтарын пайдаланасыздар. Руккола, шпинат, немесе салат жапырақтары. Менде тек қана рукколаны ғана пайдаландым. Бәрін ретімен салып шығамыз. Үстіне қуырылған баклажанды, одан кейін черри қызанақтарын 2-ге бөліп, үстіне салып шығамыз. Және творожный сыр қолданатын боламыз. Және үстіне жаңғақтарды майдалап, турап саламыз. Мен міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.